Қыз соңғы 10 жыл бойы жануарларға арналған дәріні ішіп келгенін біліп, төбесінен жай түскендей болды. Соның салдарынан денсаулығы күннен күнге нашарлап, ақыры түсініксіз сал ауруына шалдыққан. Осы шындыққа көз жеткізген ол, анасына сыр білдірмей, оның аңдаусыз қалған сәтін пайдаланып, дәріні жасырын түрде ішпей қояды. Сол күні анасы мен қызы кино көру үшін қалаға аттанды. Анасының экранға телміріп отырғанын көрген Хлоя әжетханаға барып келуді сылтауратады. Залдан шыға сала, ол мүгедектер арбасымен қарсы беттегі дәріханаға қарай зымырады. Бірақ ол жерде ұзын сонар кезектіреді. Бойжеткенді үрей білейді. Егер ол бөгеліп қалса, анасы оны іздеп келетіні анық. Ол тәуекелге бел буып, дәрігерден осы дәрі туралы сұрау үшін жұрттың алдын орап өтті. Фармацевт бұл дәрінің иттерге арналған бұлшықет релаксант екенін түсіндіреді. Осы кезде бәрі белгілі болды. Анасы оны осы арбаға таңу үшін әдейі сал қылып ұстап келген. Сол сәтте мазасызданған анасы оның есімін айтып, айқайлап дәріханаға кіріп келеді. Хлояның тынысы тарылып, бірде-бір сөз айтуға шамасы келмеді. Анасы оған қарай ұмтылғанда, ол фармацевтке басын шайқап, жаутаңдаған жанармен көмек сұрайды. Бірақ ол бұл белгіні түсінбеді. Келесі сәтте анасы оның денесіне ұйықтататын дәрі құйылған шприцті қадап үлгереді. Хлоя келесі күні түс ауа оянды. Алдында тамақ тұрғанымен, ол оған жоламайды. Өйткені оның ойында тек анасынан өш алу ғана болды.